Бүгін біз өте өзекті мәселені талқылап отырмыз. Бұл балалардың құқықтары және оларға білім беру мекемелерінің қызметтерін реттеу. Енді менің тоқталғым келіп отырған бұл балабақшалар мәселесі. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Біз мына жаңалықтардан балабақшалардағы балаларға қатысты зорлық-зомбылықтарды күнде болмағанмен осы апта сайын көріп отырмыз. Бұл тоқтайтын емес. Осыған орай мен және менің әріптестерім осы білім беру ұйымдарын лицензиялау дейтін мәселені ұсынғанбыз. Бірақ үкімет біздің бастамамызды қолдамады. Олардың негізгі уәжі бұл балаларды оқыту мен қамтудың төмендеуіне әкеледі. Өйткені біз лицензиялайтын болсақ, олар арнайы талаптарға сәйкес болу керек. Енді біз не бизнесті қолдауымыз керек па, балалардың құқығын былай ысырып қойып, бізге түсініксіздігі неге біз сол білім беретін ұйымдардағы кім сапалы білім мен тәрбие беріп жатыр, олар не ішіп жеп жатыр, ата-аналар балаларын қандай жағдайда тәрбиеленіп жатқанын маңызды деп мен өзім ойлаймын. Сондықтан мына Ғани Бектайұлы, неліктен үкімет осы лицензиялау мәселесіне қолдау білдірмеді? Негізгі аргументтер қандай, себептері қандай? Бізге балалардың денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігі өте маңызды деп есептеймін мемлекет үшін. Осыған жауап беріңізші. Рахмет сұрағыңызға, Еділ Терекбайұлы. Әрине, сізбен толықтай келісем, балалардың қауіпсіздігі бұл маңызды іс екендігін бізде толықтай құптаймыз. Бұл бағытта да үлкен шаралар қабылданғанын айта өткім келеді. Мәселен бұған дейінгі талаптардың барлығы осы балабақшаларға қатысты мынау алдын ала уведомительный порядок дейді, бұның тәртібін күшейтілді. Оның тәртіптерінің барлығы лицензияның тәртіптеріне дейін көтерілді негізінде. Бірақ бүгінгі күні бұл мәселеге келу үшін біз әрине өзіңізге белгілі мына балаларды балабақшамен қамту мәселесінде жекеменшік мекемелердің үлкен бүгінгі рөл атқарып отырғандығы, балаларды қамтуда да олардың үлесі бар екендігін біз көріп отырмыз. Әрине бұл бағыттадағы үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Сіздің айтып отырған ұсынысыңызды бізде жалпы түсіністікпен қабылдаймыз, және бұл мәселеге де қайтып келу керек екендігін біз мына қоғаммен де ақылдасып отырмыз, бүкіл сарапшы қоғаммен де. Сондықтан да жалпы лицензиялау мәселесін бүгін ертең емес, бұған келу үшін мынау отлагательный нормамен мүмкін 26-шы немесе 27-ші жылдарға қарай келгеніміз дұрыс болар. Өйткені бұған да үлкен дайындықтар керек. Бұған жаңа айтып отырмын ғой, кәсіпкерлердің де барлығының осыған дайындығы керек. Өйткені өте жақсы жұмыс істеп отырған, сапалы қызмет көрсетіп отырғанда балабақшалар бар екендігін ұмытпауымыз керек. Олардың да мүдделері бұзылмауы керек, бірақ сонымен қатар балалардың да қауіпсіздігінің қатаң сақталуы қажет. Мен қазір бүкіл жекеменшік мекемелермен де кездесіп отырмын. Олар да бұл мәселені түсініп отыр, бірлесіп мына қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында үлкен жұмыс жүргізуді қазір қолға алып жатырмыз. Бірақ бұл мәселеге келу керек екендігін болашаққа жаңағы мегзеген дұрыс деп ойлаймын. Жаңбыршин тағы сөз сұрап отыр, екінші рет. Микрофон қосыңыздар. Жалпы Ерлан Жақанұлы, бұл салаға 800 миллиард ақша бөлінеді екен. Ол ақшаны қайда кетіп жатқан бір Құдай біледі. Бұл бір мәселе. Екіншіден, жаңа айтып отырған жекеменшік балабақшалардың ішінде дұрыс жасайтын, дұрыс жұмыс жасамайтында адамдар кездеседі, кәсіпкерлер. Біздер енді ең басты мәселе, бұл жерде тек қана лицензиялаудан басқа қатаң бақылау болу керек ол талаптарды. Ол да кенже қалып жатқан сияқты. Біз тағы норма бердік, Ерлан Жақанұлы. Отлагательный норма дейді ғой. 27-ші жылға дейін осы лицензиялау мәселесін жаңағы қарастырып, 27-ші жылдың 1-ші қаңтарынан бастап жаңағы лицензиялау мәселесін енгізу жөнінде. Осыған байланысты нақты министрдің ұстанымы қандай, соны білгіміз келеді. Сол норма қолдайсыздар ма, қолдамайсыздар ма? Бұл норманы қолдауға болады деп есептеймін. Бұны негізі талқылап, келесі жиында шығаруға болады деп есептеймін.